Баршаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Бүгін сіздерге балықтан жасалатын котлеттің жасау жолымен бөлісетін боламын. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен бір нан қажет болады. Оны бірнеше бөліктерге бөліп, үстіне су мен сүтті араластыра құйып, 10 минутқа қалдырамыз. Біздің нанымыз жұп-жұмсақ болып жібуі қажет. Бізге су мен сүтті араластырып құю міндетті емес, тек қана су немесе тек қана сүтті пайдалансаңыздар болады. Енді балығымызды қайнап тұрған тұзды суға салып пісіріп аламыз. Ол шамамен 5 минут тек қана бір қайнаса жеткілікті. Енді ыдысымызға үккіштен өткізілген сәбізімізді, майдалап туралынған жуамызды саламыз. Оның үстіне жібіген нанымызды осылай сығып алып саламыз. Және үстіне біздің піскен балығымызды сүйектерінен ажырата отырып, етін осы біздің қоспамызға саламыз. Балықты пісірмей ет тартқыштан өткізіп те жасауға болады. Мен балықтың сүйегі тамаққа кетіп қалғаннан қорыққандықтан осылай бір рет пісіріп алып, сүйегінен ажыратып жасаймын. Енді біздің қоспамызға 2 жұмыртқа және қалауымызша тұз бен бұрыш қосып, жақсылап араластырамын. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Басқа да менің видеоларымды жоғалтпауымыз үшін қоңыраушаны басыңыз. Ал егер де менің дәл осы видеомды жатқан болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді дайын болған котлетімізді өзіміздің қалаған формаға келтіріп аламыз. Мен кішкене сопақша еттім. Және барлығы дайын болғаннан кейін екі жағын ұнға аунатып, қызып тұрған сұйық майымызға екі жағын қызарта қуырып аламыз. Мен котлетті қуырған уақытта сыртын қаттырақ қызартып қуырған жақсы көремін. Сол кезде сырты қытырлап, ал іші жұп-жұмсақ болып піседі. Мен жолдасымның аулап әкелген балығынан жасадым. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал мен котлеттен жасалатын кешкі астың рецептісін, жасалу жолын описаниеға қалдырамын.